Дарина экс ғашығымен қайта қосылды. Қосылайық тележобасының 1 және 5 маусымына қатысқан Дарина бұрынғы сүйіктісімен қайта қауышты. Дарина қызымыз әлеуметтік желідегі парақшасында шын ғашықтар әрқашан қосылады. Мен тек сенімен қалғым келеді деген жан тербетерлік жазба жариялады. Ол пост жазып, жігітімен кездескен суреттерін жариялады. Даринаның жазбасына алғашқылардың бірі болып Зухра мен Мариям бақыт тілеп. Өзге желі қолданушылары да бақытты бол Дарина деді. Еске сала кетейік, Дарина 1 жыл бойы ғашығымен махаббат сәттерін бастан өткерді. Даринаның онымен шетелге демалуға барғаны жұрттың әлі есінде. Олар үйленуге қадам жасады. Біраз уақыттан кейін жаздың аяғында қос ғашық ажырасып кетті. Бұл айырылысу кезінде Дарина өзіне келе алмай жылаумен күндерін өткізді. Содан жігітін мүлде ұмыту үшін Қосылайық жобасының жаңа маусымына кастингке барды. Әрине, Дарина кастингтен сәтті өтті. Және жаңа маусымның қатысушысы болды. Барлығы осы сәттерден басталды. Дарина жаңа маусымның қатысушысы болған күндері оның бұрынғы жігіті қатты қызғанды. Дарина мұны байқамаса да айналасындағылар байқады. Даринаның бұрынғы жігіті оны кездесуге шақырып шағымданған. Нәтижесінде Дарина істі ашық ету үшін бұрынғы жігітімен кездесуге келіседі. Қосылайық жанкүйерлері бұл кездесуді видеоға түсіріп алады. Және оны қатысушылардың парақшаларына жібереді. Айгөлік осыны барынша пайдаланып бұл кездесуді эфирге шығарды. Оған себеп Айгөлік Даринаға 2 жыл бұрын дұшпан қарсылас болған. Дарина Ерасылға үміткер болған кезде Айгөлік 2 маусымның қатысушысы болды. Бұл эфирлерде Айгөлік пен Даринаның шаш жұлысқан болатын. Ал Дарина Айгөлікке ауыр сөздер айтады. Нәтижесінде Даринаның айтқаны орындалып, Айгөлік күйеуімен 2 ай бірге тұрған соң ажырасып кеткен. Мұның бәрі Айгөлікке ауыр салмақ түсіріп, биылғы маусымда Даринадан кек алуды жоспарлап отырған болатын. Айгөлік күнде эфирде Даринамен төбелеседі. Ол Даринаны эфирден қууға тырысады. Дәл осы кезде пайда болған Даринаның бұрынғы жігітінің арқасында Айгөлік Даринаның артын ашып ниетіне жетеді. Әрине, соңғы кездері Айгөлік Қосылайықты басқарып жатыр деген қауесеттің таралуына себеп болды. Оған басты себеп Айгөліктің ең жақын достары Қосылайық редакциясында қызмет етеді. Жақында Альмира ханым қатты ашуланып Айгөлікке Даринаны байқамай қуып жібердің деп айтқанын көпшілік ұмыта қойған жоқ. Мүмкін Дарина жобаны тастамағанда, оның бұрынғы жігіті Даринаға үміткер ретінде келіп, әдемі жұп болатын еді. Себебі Дарина тәжірибелі қатысушы.